Отырған қалыпта қалай дұрыс? Еңкейеміз. Баланы киіндіргенде, ет тосқанда, еденде, ыдыс жуғанда салмақты аяғымыздың ұшына жібереміз. Міне, осылай. Былай емес. Саусақтарымыздың ұшында. Аяқтарымыздың арасы ашық, еңкейдік, жамбасымыз артқа кетті. Және де маңызды жері көтеру, яғни жамбас бұлшықетін жиырымыз. Егер де осы айтқандардың барлығын істейтін болсаңыз, қыздар, бүкірею мүмкін еместігін байқайсыздар. Осы қалыпта баланы киіндірдіңіз. Ыдысыңызды жудыңыз. Ал егер де намаз оқитын болсаңыз, оны да айтып өтейін. Көтеру барысында сіз қолыңызбен омыртқаны көтересіз да, ары қарай жамбас бұлшықетін, яғни көтенді жиыру арқылы хоп көтерілесіз. Міне, оңай, қол, хоп, көтен омыртқаны рычаг тәрізді көтеріп алады.